Біз бәріміз бешбармақ пен бауырсақты жақсы көреміз. Және осы блогерлер қазақ контентін және әсіресе тамақтың қалай интернетте дамыту керектігін түсіндіріп береді. Дәстүрлі қазақ асханасы бұл тек рецепттер жинағы емес, ол орталық Азия кеңістігінде қалыптасқан халықтың ғасырлар бойғы тарихы мен мәдени құндылығын көрсетеді. Көшпелі өмір, олардың әдет-ғұрыптары мен дәстүрлері Қазақстанның кулинарлық мәдениетінің дамуына айтарлықтай әсер етті. Қазақ кухнясының негізі, принциптері. Қазақ кухнясы жергілікті ингредиенттері, мысалы ет, сүт, дәнді дақылдар мен көкөністерді пайдалануға негізделген. Қазақтардың дәстүрлі тағамдарының негізі көзі ет, әсіресе қой еті мен жылқы еті. Сүт өнімдер, мысалы қымыз, ферменттелген жылқы сүті және айран, қышқыл сүтті сусын, сондай-ақ рационда маңызды орын алады. Сонымен қатар қазақ кухнясы өздерінің қамырдан жасалған тағамдарымен танымал. Пельмендер, самсалар және лепешкалар бұлардың тек кейбіреулері ғана. Бұл тағамдар жиі мерекелер мен отбасылық тойларда дайындалады. Қазақ асханасының еттің маңызы. Ет қазақ мәдениетінде ерекше орын алады. Әртүрлі ет түрлері өзінің спецификалық дайындалу және ұсыну әдістеріне ие. Мысалы бешбармақ. Бұл қайнатылған еттен тұратын кесілген және лапша мен бульонмен ұсынылатын ең танымал дәстүрлі тағамдардың бірі. Оның атауы бес саусақ деп аударылады. Бұл дәстүр бойынша оны қолмен жеуге байланысты. Дәстүрлі сусындар қымыз бен айран қазақ кухнясына тән жалғыз сусындар емес. Қазақстанда түрлі шөптер мен дәмдеуіштер қосылған настойкалар мен шөйлерде танымал екенін атап өткен жөн. Шай, әсіресе жасыл шай, сүт немесе қаймақпен беріледі және жиі тәттілермен бірге ұсынылады. Тарихи оқиғалардың әсері. Қазақстан тарихын оның кухнясына айтарлықтай әсер етті. Көші-қон, соғыс және сауда кезеңдері дәстүрлі рецепттерге басқа мәдениеттердің элементтерін енгізді. Мысалы қазақ кухнясына орыс, қытай және өзбек кухнясынан рецепттер енгізілді. Бұл оны одан әр тараптандырады. Және қазақ тағамдарын дайындайтын заманауи блогерлер интернет пен әлеуметтік желілердің даму дәстүрлі қазақ кухнясына жаңа тыныс береді. Көптеген блогерлер мен кулинарлық сарапшылар дәстүрлі тағамдардың рецепттері мен дайындау техникаларын белсенді түрде бөлісуде. Қазақ кухнясына маманданған бірнеше танымал блогерлер. Әсел Бекенова. Әсел қазақ тағамдарының қарапайым және қолжетімді рецепттерімен, сондай-ақ Қазақстанның дәстүрлері мен мәдениеті туралы қызықты әңгімелерімен бөліседі. Сонымен қатар Динара. Ол блогер дәстүрлі қазақ тағамдарын ғана емес, сонымен қатар олардың қазіргі заманғы тұтынушыға бейімдейді. Динара қазақтың аспаздық мәдениетін насихаттау үшін әлеуметтік желілерді белсенді түрде пайдаланады. Тимур мен Әлия. Бұл жұп дәстүрлі қазақ тағамдарын ғана емес, сонымен қатар олардың заманауи интерпретацияларымен тәжірибе жасайды. Олардың видеолары жиі қызықты әңгімелер мен пайдалы кеңестермен сүйемелденеді. Әлия Тұрсыгунова. Әлия тек қазақ тағамдарын ғана емес, сондай-ақ басқа ұлттық ас үйлердің рецепттерімен бөліседі. Бұл оның контентін әртүрлі және қызықты етеді. Дәстүрлі қазақ асханасы Қазақстанның мәдени мұрасының бай және әртүрлі бөлігі. Ол халықтың тарихын, әдет-ғұрыптарын және өмір салтын көрсетеді. Ол ғасырлар бойы өз ортасының жағдайларына бейімделіп келеді. Технологиялар мен әлеуметтік желілердің даму арқасында дәстүрлі рецепттер мен дайындық әдістері кең аудитория үшін қолжетімді болып, қазақ аспаздық мәдениетін сақтау мен танымал етуге ықпал етеді. Осыдан біз көре аламыз біздің қандай қазақ дәстүрлерімен және қазақ тағамдарын бай екенін, және өз дәстүрлеріміз бен мәдениетімізді құрметтеу керектігін, және блогерлардың қалай бізге ұсынып отырғанын, және жалпы қазақ тағамдары не екенін бүгінгі видеода көре алдық. Рахмет.